қазақ тілінің 121 сабағы 2 сынып. Тақырыбы дара және күрделі сын есім. Дара және күрделі сын есімдерді ажыратуды үйренесің. Тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжау және қатені тауып, оны түзетіп жаза білу. Ендеше балалар, дара және күрделі сын есімге біз мынандай ойындар ойнайық. Сол жерден қайсы дара, қайсы күрделі сын есім екен, кәнекей барлығымыз атсалысып тауып көрейік. Балалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты қазір біз ойын ойнап көрейік. Кім тапқыр екен? Осы сөздердің ішінен дара және дара сын есімді және күрделі сын есімді табайық. Бірінші сұрақ: дара сын есімді тап. Бірінші сүйір үлкен, екінші тап-таза, үшінші қызыл ала. Балалар, қайсы екен осыншы дарасы? Сүйір үлкен. Дұрыс айтасыңдар. Яғни бір сөзден құралып, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр екен. Екінші сұрақ: дара сын есімді тап. Ақшыл сұр, екінші ақ, қара, жасыл, үшінші тым. Балалар, қайсы екен? Ақ, қара, жасыл қандай деген сұраққа жауап беріп тұр екен. Бір сөзден құралды. Келесі үшінші күрделі сын есім қайсы? Бірінші күрең, екінші дәмді, үшінші ақ ала, қара торы, сары ала. Дұрыс айтасыңдар, үшіншісі екен. Яғни дұрыс таптыңдар. Ақ ала, қара торы, сары ала дегенде екі сөзден құралып, бөлек жазылады және қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Жарайсыңдар балалар. Балалар, жаңа сендер дара және күрделі сын есім туралы ойын ойнап, оны ажыраттыңдар. Енді ережесіне мән берейік. Сын есім дара және күрделі болады. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, ақ, сары, көк ала. Күрделі сын есім құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады екен. Осы ережені балалар естеріңе сақтаңдар. Екінші жаттығу: тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжайық. Кәнекей балалар, тақырыпты ең алғашқы ұшу құралы қандай болған? Ендеше суреттер арқылы біз осы мәтінді не туралы екенін болжап көрейік. Адам көптеген затты табиғаттан үйрену арқылы жасады. Қалай ойлайсыңдар? Ең алғаш ұшу құралы қандай болған? Табиғаттың қандай ерекшелігін немесе нені бақылау арқылы ойлап тапты? Мысалы өзің көріп тұрғандай, балықты зерттеп, сүңгуір қайықты жасаған. Яғни бұл судың астында жүзетін қайық екен. Екінші, инелікке қарап, құстарға қарап, тік ұшақ жасаған болатын. Мінекей, осы сияқты адамның табиғаттан үйренгені өте көп екен. Ендеше мәтінімізді оқиық. Ең алғашқы ұшу құралы қандай болған? Адам баласы ерте заманнан жан-жағында ұшып жүрген құстарға, аспанда қалықтап жүрген бұлттарға қарап, солар сияқты ұшуды армандады. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарған. Қазақ ертегілеріндегі ұшқыш кілем соның бір көрінісі. Адамдар ең алғаш ұшу құралы ретінде әуе шарын ойлап тапқан. Ол ыстық ауамен толтырылып, сол арқылы көкке көтерілген. Кейіннен дирижабль деп аталатын ұшу құралы жасалды. Мәтінде жаңағы өздерің көріп тұрғандай не туралы екенін айтып көріңдерші. Ұшу аппараттар туралы энциклопедиядан біліп ал. Ұшу аппараты планеталар атмосферасында немесе ғарыш кеңістігінде басқарылып ұшыруға арналған құрылғы. Ұшу аппараттар атмосфералық және ғарыштық болып екіге бөлінеді. Атмосфералық ұшу аппараттары ауадан ауыр ұшақ, тікұшақ, планер, тағы басқа, және ауадан жеңіл аэростат, дирижабль, тағы басқа болып топталады екен. Яғни бұл мінекей бұрынғы кездегі ұшу аппараты. Мәтіннен сын есімді тауып, дара күрделі екенін ажырат. Мәтіннің ішінде қазақ, ыстық, ұшу, әуе деген сөздер ол дара сын есім. Себебі бір сөзден құралып тұр. Қандай деген сұраққа жауап берді. Ұшқыш кілем неше түрлі деген күрделі сын есім. Бұлар да қандай деген сұраққа жауап беріп тұрып, екі сөзден құралды. Енді қазір біз ұшу аппаратының қазіргі кездегі бейнесін байқаймыз. Мінекей мынау қазіргі кездегі дирижабльдің көрінісі. Дирижабль кез келген бағытта ұшу мүмкіндік беретін бір немесе бірнеше
қозғалтқышы бар, ұшу аппарат екен. Үшінші жаттығу: жаңылтпаштың қатесін түзеп көшіріп жаз. Ұшақ құсша ұшар, ұшақ ұшса ұзақ ұшар. Яғни балалар, кәнекей бәріміз қатесі қай жерде екен? Ұшақ құсша ұшар, ұшақ ұшса ұзақ ұшар. Яғни бұл жердегі жаңылтпашты біз қатесін түзедік. Осыны кәнекей тез айтып, өздерің жаттап алып, бір-біріңе айтып көріңдер. Төртінші жаттығу: ребусты шеш. Мына ребуста біріншісінде құстың қарғаның суреті, екінші сурет лақ. Қарға дегенде соңында екі әріп алып тастаймыз, яғни қар деген сөз шықса, лақ дегенде бірінші әрпі және соңғы әрпі тастасақ, сонда қандай сөз шықты бізде? Қара деген сөз шықты. Яғни қара деген дара сын есім, тұр-түсті білдіріп тұр. Қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Енді шешуіндегі сын есім қандай түрін айтып шықтық, сол сөзбен сөйлем құрап жаз. Сәуледе қара қалам бар. Кәнекей өздерің тағы да басқа сөйлем құрастырыңдар. Балалар, осымен біз бүгінгі дара және күрделі сын есім туралы сабағымызды аяқтаймыз.